Сәлеметсіздер ме мұғалімдер? Бүгінгі сабағым сіздерге арналады. Онлайн тест-бат бағдарламасында қалай жұмыс жасау керектігін көрсетемін. Ол үшін сіздер ең алдымен Google-ға кіресіздер. Мен Google Chrome-ға кіремін. Кіресіздерде сол сайтты табу керексіздер. Онлайн тест-бат деп жазасыздар. Менде дайын тұр уже. Онлайн тест-батқа кіреміз сайттың өзіне. Бұл жерде конструктор тестов деп шығады. Қарасаңыздар, оң жағында мінекей адамның суреті тұр. Бұл дегеніміз, яғни кіру деген болады. Бұл жерде вход дегенді соны басасыздар. Ал менде уже кіріліп дайын тұр. Енді сіздер басасыздар. Мына жерде оң жақта сол адамды бассаңыздар, тесті деген шығады. Тестеді басамыз. Сіздермен яғни тестті қалай жасау керек екенін көрсетемін. Менде мына жерде екі дайын тест тұр. Мен уже жасап қойғанмын. Ал сіздерге қазір жаңадан тестті қалай жасау керектігімен таныстырып өтемін. Ол үшін мына жерде добавить деген бар. Сол добавить дегенді басамыз. Таңдаймыз. Психологический тест, личностный тест, образовательный тест деп тұр. Біз образовательный тестті таңдаймыз. Добавить. Енді сіздер атын қоюларыңызға болады. Мысалы үшін мен етістік емес, сын есім деп жазайын. Мысалы үшін менің тестім сын есімге байланысты болады. Сын есім. Сын есім. Добавить деймін. Добавитті басамын. Енді бізде мынандай тест ашылды, я. Тест ашылды. Бұл жерде мына жерде мінекей қарап тұрсаңыз статус теста деген бар. Ол закрыт деп тұр. Бұны біз открыт дейміз. Яғни ашылды. Енді вопросов 0 деп тұр. Және де образовательный тест деп шығып тұр. Бұл жерде вопросов 0 деген жерге біз кіреміз. Тестіңізде ешқандай сұрақ жоқ дейді. Ол тестқа сұрақ қосу үшін біз мына жерде плюс батырмасына басамыз. Оң жақтағы шетінде. Плюс батырмасына басқаннан кейін тесттардың бірнеше түрі шығады. Одиночный выбор, множественный выбор деген бар. Ввод числа деген бар. Әрбіреуіне қазір мен сіздермен мысал келтіріп өтейін. Одиночный выборды таңдаймын, яғни плюс батырмасына басамын. Енді текст вопроса дейді. Сын есім дегеніміз не мысалы? Сын есім дегеніміз не? Сын есім дегеніміз не болады? Енді варианты ответов деген жерге екі-ақ вариант тұр. Біз тағы да вариантты көбейту үшін добавить дейміз. Мысалы үшін 3 вариант болсын, я? Ол дегеніміз, мысалы үшін сөз табы. Бірінші вариантқа жазамыз, сөз табы. Екінші, ол дегеніміз зат есім. Немесе зат деуге болады, я? Зат. Немесе ол дегеніміз етістіктің түрі. Мысалы, етістіктің түрі. Бұл өтірік дұрыс емес варианты, я? Енді осы үшеуін бастым. Енді мына жерде 0 деп тұр. Яғни бұл жерге сіздер бір қоясыздар ма, неше балмен бағалайсыздар? Мысалы үшін мен дұрыс жауапты 5 балмен бағалаймын. Сөз табы деген жерге 5 деп қоямын, қалғандарында 0. Яғни ол дұрыс емес қалғандары деген сөз. Енді мына жерде дайындап болдым. Енді мына жерде сохранить деген бар. Сохранить, яғни бірінші тестім сақталды. Егер оны өзгерту керек болатын болса, біз редактировать дейміз. Егер көшіру керек болса, копировать деп басамыз. Өшіру керек болса, онда удалить дегенді басамыз. Келесі, енді мен бір сұрақтан емес, бірнеше сұрақтан жасағым келеді. Енді екінші сұраққа мен множественный выбор дегенді таңдаймын. Ол үшін плюсқа басамын. Яғни множественный выбор дегеніміз бір сұрақта бірнеше жауап түрі бар деген сөз. Мысалы үшін сын есімді тап. Сын есімді тап. Мысалы үшін бір сөйлем беріледі, соған сын есімді табу керек. Сын есімді табу керек. Сыныпта әдемі қыздар бар. Әдемі қыздар бар десек, әдемі деген сөз бұл жерде сын есім болып тұр, соны табуы керек. Яғни, бұл жерде екі-ақ жауап тұр, мен тағы да қосамын. 3 жауап, немесе 4 жауап, 5 жауап қосуым да мүмкін, Бұл жерге жазамын сынып деп. Сыныпта. Бұл бірінші жауап, бұл дұрыс емес әрине. Келесі әдемі.
әдемі. Қыздар. Жерге жазамын. Қыздар. Қыздар және ең соңғысына бар. Бар. Так, енді бізде әдемі дегеніміз дұрыс жауап болып тұр. Ол жерге қыздар және де мына жерде тағы бір жауапты әдемі, ажарлы дейік. Иә, ажарлы. Мына жерде онда сұрағымды өзгертуім керек. Сыныпта әдемі, ажарлы қыздар бар. Әдемі, ажарлы қыздар бар. Бұл жерде екеуі де дұрыс. Ажарлы да, әдемі де дұрыс. Яғни екеуіне де галочка қоямыз. Сохранить деп басамыз. Екінші тестім сақталды. 2 тест болды. Келесі. Үшінші тест бұл жерде свободный форма деп тұр, иә? Свободный формада бұл жерде кез келген сұрақ қоямын. Мысалы үшін 5 сын есім жаз. Сын есім жаз. Максимальный количество баллов дегенге 10 деп қоямын. Мысалы үшін 10 балл жинауы мүмкін, иә? Сохранить деп басам. Яғни ол өзі біледі, нешеу жазады, нешесін есім жазады, өзі біледі. Маған десе 10 жазама, өзі біледі, иә? Ол жерде шектеу жоқ. Келесі, енді келесі тестта мына жерде установление соответствий деп тұр. Бұл жерде бір-біріменен сәйкестендіру тестін жасауға болады. Иә, сәйкес снесімдерді тап деген сияқты сұрақ болады, мысалы үшін. Иә, міне. Сәйкес снесімдерді тап. Сәйкестендір. Немесе сәйкестендір деп жазамыз. Сәйкестендір деп. Мына жерге біріншіге мысалы үшін әдемі. Екіншіге тәртіпті, иә. Енді астына соған сәйкес жазуым керек, иә. Тәртіпті бала, және де әдемі гүл. Әдемі гүл дедім, иә. Енді сохранить деп басамын. Сохранить деп бастым. Бұл жерде сәйкестендіру мінекей. Әдемі мен гүлді сәйкестендіруіне болады. Немесе және де тәртіптің мен баланы сәйкестендіреді. Бұл 4-ші тапсырма. Енді бұл жерде установление последствий деген бар. Бұл жерге, мысалы үшін, загрузить изображение деп қойғым келеді. Бұл жерге өздеріңіз алдын ала дайындаған, мына жерде рабочий столдан, мысалы үшін, кез келген суретті, өзіңізге қажетті суретті дайындап аласыз. Сол суретті, мысалы үшін, қоя аламыз. Басамыз, яғни сурет қойылды міне. Мен өзім осындай сурет қойдым, содан кейін текст жазамыз, мәтінді жазамыз, одан кейін варианттарын жазамыз. Тағы да бір вариант қосуға болады екен. Сосын сохранить деп басамыз. Мінеке сурет шығады, астында жауаптар жазылатын болады. Енді бізде тестті жасап болдық. Тестіміз аяқталды, иә. Енді тесті деген жерге барайық. Міне 3-ші тест болып тұр бізде. 1-ші тест болып тұр. Енді редактировать деуге болады. 5 сұрақтан тұрады екен. Және де мына жерде ссылкасы тұр. Осы ссылканы сіздер копировать етіп аласыздар да, группаға жібересіздер. Болды. Енді выход деп шығып кетулеріңізге болады.